Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін математикалық сауаттылықтан үш бұрыш деген тақырыпты қарастыратын боламыз. Үш бұрыш дегеніміз үш қабырғадан, үш бұрыштан және үш төбеден тұратын геометриялық фигура. Енді үш бұрышты салайық. Бізде мынау үш қабырғасы сызғаным және бұрыштары деп отырғанымыз оны міне 1, 2, 3 бұрышы бар. Төбесі, бір төбесі, екі төбесі, үш төбесі болады. Енді осы үш бұрыштардың негізгі түрлеріне тоқталайық. Бізде бірінші тең қабырғалы үш бұрыш. Онда барлық үш қабырғасы тең. Яғни бізде бірінші үш бұрышымыз тең қабырғалы үш бұрыш. Барлық қабырғасы бірдей өлшемде. 5, 5, 5. Яғни үш қабырғасы да 5-ке тең деген сияқты. Келесі екінші үш бұрыш тең бүйірлі үш бұрыш. Тең бүйірлі үш бұрышта бізде екі бүйір қабырғасы ғана тең. Мысалы 5-те 5 болатын болса, табаны уже басқа өлшемде. 4 деген сияқты. Келесі тік бұрышты үш бұрыш. Тік бұрышта бізде бір бұрыш 90 градусты құрайды. Ол 90 градус жасап тұрған бізде екі қабырға. 90 градус бұрыш жасап тұрған бізде екі қабырға А және В деген қабырғалар болсын. Бұл бізде катет деп аталады. А және В қабырғасы бізде катет болып саналады. Ал С мынау бізде үшінші қабырғамыз гипотенуза деп аталады. Гипотенуза. Енді осы тік бұрышты үш бұрышқа қатысты бізде Пифагор теоремасы бар. Яғни бізде гипотенузаның квадраты екі катеттің квадраттарының қосындысына тең деген формула бар. С квадрат тең болады А квадрат қосылған В квадратқа деген. Келесі төртінші біздің үш бұрышымыз әртүрлі қабырғалы үш бұрыш, яғни тең қабырғалы емес. Бұл жерде қабырғалар әртүрлі болады, бір-біріне тең емес, әртүрлі өлшемде. Келесі үш бұрыштық қабырғалардың теңсіздігі, яғни бізде АБС үш бұрыш қабырғалардың ұзындықтары болатын болса, онда келесі шарт қанағаттандырылу керек. Сол кезде бізде үш бұрыш болады дейміз. Мысалға, А-ны Б-ға қосатын болсақ, ол әрдайым С-дан үшінші қабырғадан үлкен болу керек. Немесе А-ны С-ға қосатын болсақ, ол Б қабырғасынан үлкен болу керек өлшемі. Б мен С-ны қосатын болсақ, ол А қабырғасынан үлкен болу керек. Мысалға, мен бірінші қабырғасы, яғни А тең 7-ге дейтін болсам, В тең 4-ге дейін, және С тең болады менде 9-ға дейін. Яғни 3 қабырға берілсін. Осы 3 менде 7, 4, 9-дан 3 бұрыш теңдігі орындала ма десе, яғни 3 бұрыш құрастыруға болады ма дейтін болса, мен бірінші мына шартты қарауым керек. А-ға Б-ны қосатын болсам, ол С-дан үлкен бола ма? Яғни мен ол жерде 7-ге 4-ті қосамын, 11, ол С-дан үлкен, сонда 9-дан үлкен, бұл орындалып тұр. Келесі, А-ға С-ны қосуымыз керек еді, ол бізде В-дан үлкен болу керек. Яғни мен А мен С-ны қосамын, 7-ге 9-ды. Ол менде 4-тен үлкен болып тұр, В қабырғасынан. Ол да орындалып тұр. Келесі, В мен С-ны қосуым керек. В мен С менде 4 пен 9, екеуін қосайын, 13 болады. Ол менде 7-ден үлкен. Яғни менде мына шартты қанағаттандырып тұр сандарым. Дұрыс тұр. Онда мен 7, 4, 9 деп үш бұрыштың қабырғаларын жаза аламын. Келесі, үш бұрыштың периметрі. Үш бұрыштың периметрі дегеніміз ол барлық қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы. Мысалы, бізде үш бұрыштың үш қабырғасы А, В, С деп берілетін болса, осы үш қабырғаны қосатын болсақ, бізде оның периметрі шығады. Келесі үш бұрыштың ауданы. Жалпы үш бұрыштың ауданын есептеуде бізде бірнеше формулалар бар. Бірінші, егерде бізде қабырға және оған түсірілген биіктік берілетін болса, есептің шартында, онда біз бірінші формуланы қолданамыз. 2-ден 1 көбейтілген А, H, яғни бұл жерде А деген қабырғамыз, және H ол сол қабырғаға түсірілген биіктік. Келесі екінші, бізде үш қабырғасы белгілі болатын болса, яғни бізде А белгілі, В белгілі, С белгілі, яғни үшеуінің де өлшемі белгілі болатын болса, маған ауданды тап дейтін болса, мен Герон деген формуланы қолданамын. Оның негізгі формуласы мынау. Бірақ бұл жерде П деген тұр. П бұл бізде жарты периметрді беріп тұр. Толық периметр емес, бізде толық периметріміз А, Б, С үшеуін қосқанға тең еді ғой. Жарты периметр, осыларды қосып 2-ге бөлсек, соның жартысы шығады. Бұл жердегі П-лар осы жарты периметрлер. Келесі, үшінші, бізде үш бұрыштың ауданы дұрыс үш бұрыш болатын болса, егерде, мысалға, барлық қабырғасы бірдей,
4 болатын болса, онда бұл кезде біз үшінші формуланы қолданамыз. А квадрат түбір астында 3 бөлінген 4 дейміз де. Ауданын таба қоямыз. Мысалға бізде А дегеніміз 4-ке тең болып тұр ғой қабырғасы, оның квадраты 16, 16 түбір астында 3 бөлінген 4. Бұл бізде қысқарады 16 мен 4. Сонда ауданы 4 түбір астында 3-ке тең екен. Осылай дұрыс үшбұрыш болса, сразу осы формулаға қойып таба қоямыз. Енді осы үшбұрышқа байланысты, ауданына байланысты, периметріне, қабырғаларына байланысты есептерді қарастырайық. Бірінші есеп, қабырғасы 12 сантиметрге тең, дұрыс үшбұрыштың ауданын тап дейді. Дұрыс үшбұрыш жаңа айттық, ауданы бізде А квадрат түбір астында 3 бөлінген 4 деген формуламен шығарсақ болады. Бұл жерде қабырғасы А бізде 12-ге тең болып тұр. Формулаға қоямыз сонда 12-ні. 12-нің квадраты бізде 144, 12-ні 12-ге көбейтсек, түбір астында 3 бөлінген 4. Бұл жерде бізде 144 пен 4 қысқарады. 144 пен 4-ті қысқарсақ 36 болады. Сонда 36 түбір астында 3 сантиметр квадратқа тең. Ауданның өлшем бірлігі бізде сантиметр квадрат. Периметрдігі жай ғана сантиметр, осыны ұмытпаймыз. Сонда жауабы В дейміз. 36 түбір астында 3 сантиметр квадрат. Келесі есеп, тік бұрышты үшбұрыштың катеттері берілген. А тең 7-ге, В тең 4-ке дейді. Үшбұрыштың ауданын тап дейді. Тік бұрышты үшбұрыш бізде былай сызылады. Бұл жерде бізде екі қабырға катеттері деп отырған. 7 мына жер, 4 мына жер. Енді қарайық, осының ауданын тап дейді. Тік бұрышты үшбұрыштың ауданын табатын болсақ, біз екі катеттерін бір-біріне көбейтіп, 2-ге бөле салсақ болды. Осы жерде бізде аудан шығады. Яғни бізде, қараңыздар, тік төртбұрыш, яғни біз тік төртбұрыш құрастыратын болсақ, бұл бізде не ғой? Ауданы А көбейтілген В-ға тең еді ғой тік төртбұрыштың, Ал тік бұрышты үшбұрышта уже оның жартысы жоқ. Міне ортасынан бөліп тастадық та, екі тік бұрышты үшбұрышқа бөліп тастадық. Бізге мына жағы керек емес, тек қана жартысын сұрап тұр. Яғни біз ол кезде екі катеттерді бір-біріне көбейтіп, 7-ні 4-ге көбейтіп, 2-ге бөле салсақ болады деген сөз. Сонда аудан шығады бізде. Ауданы сонда 14 сантиметр квадратқа тең болады екен. А жауабы дұрыс. Келесі, үшінші есеп, боялған бөлік ауданын табыңыз дейді. Боялған бөлігіміз бізде мына жер, осы жердің ауданын сұрап тұр. Енді қарайық, бізде тік төртбұрыштың ұзындығы және ені беріліп тұр. Яғни ұзындық жоғарысы 10 болатын болса, оның табаны да 10, Енді бізде табаны белгілі, және мына үшбұрыш бар ғой боялған, соған мен биіктік түсіретін болсам, ол да бізде 4 сантиметрге тең болады ғой, өйткені ол бізде мына жермен бірдей. Сонда бізде биіктік 4 сантиметр және табаны қабырғасы 10 сантиметрге тең екені белгілі. Онда мен 2-ден 1 көбейтілген А көбейтілген H деген формулаға қоя қоямын, бағанағы бірінші формулаға. Сонда 2-ден 1-ді көбейтемін 10-ға қабырғаға және биіктікке көбейтемін 4-ке. Сонда бізде шығады, мына екеуін қысқартайын, 20 шығады екен. Жауабы Д дейміз. Келесі, төртінші есебі, үш бұрыштың бір қабырғасы 6 сантиметр, екіншісі 9 сантиметр, үшіншісі x сантиметр. Сандардың қайсысы x-тің мәні болуы мүмкін дейді. Енді бұл бізде үш бұрыштардың қабырғаларының теңдігі, сол неге байланысты беріліп тұр ережелерге. Мысалға қараймыз. Ол жерде бізде былай еді, А-ны В-ға қосатын болсақ, ол С-дан үлкен болу керек. В-ны С-ға қосатын болсақ, ол А-дан үлкен болу керек. А-ға С-ны қосатын болсақ, ол В-дан үлкен, А-ға С-ны қосатын болсақ, ол В-дан үлкен болу керек еді қабырғаларымыз. Сол кезде бізде үш бұрышымыз құрастырылады. Енді менде 6 және 9 деген қабырғалар белгілі, үшінші қабырғалар қандай болу керек? Соны табуымыз керек. Енді жауаптардан іздейміз оны. Біз бірінші А мен В-ны екеуін қосып алайық, мына екі қабырғаны. 6-ға 9-ды қосатын болсам, ол С үшінші қабырғадан үлкен болу керек. Енді қарайын, екеуін қоссам менде 15 шығады ғой. Мен 15-ті мына жерге қоя алмаймын С-ның орнына. Өйткені 15-ті қоятын болсам, ол екеуі тең болып кетеді. Менде ол екеуінің қосындысы, екі қабырғаның қосындысы үшінші қабырғаға тең болмау керек. Сонда мен 15-ті ала алмаймын деймін. Келесі, 16 деген санды да қоя алмаймын мына жерге. 16-ны қойсам, менде керісінше мына жағы үлкен болып кетеді. Сол үшін мен 16-ны да ала алмаймын жауап ретінде. Сонда менде екі жауап кетіп қалды. Менде тек қана қалды 4, 3, 2. Сол үшеуін тексерем. Енді тексерейік. Мысалға мен 6
қосу 9 деймін де, ол 4-тен үлкен болды деп қарастырайын. Ол шартты қанағаттандырып тұр, дұрыс. Келесі, 6-ға қосамын мен 4-ті, ол 9-дан үлкен болып тұр. Ол да дұрыс, орындалып тұр, 10 болады, 19-дан үлкен. Келесі, үшінші, мен 4-ке қосамын 9-ды, ол 6-дан үлкен болу керек. Бұл да орындап тұр. Онда жауабы 4 болады дейміз. Ал егер мен 3 пен 2-ні тексеріп көрейін, ол бола ма, болмай ма? Мысалға, 6-ға 9-ды қосайын, ол менде 15, үшінші қабырғасы 3 болатын болса, онда бұл орындалып тұр. Ал келесі мен уже 6 мен 3-ті қосып, ол 9-дан үлкен болады деп айта алмаймын ғой. Өйткені бұл жерде бізде тең болып қалып жатыр. Яғни мен 3 деген санды да ала алмаймын. Өйткені менде мына екеуі тең болып қалып жатыр. Сол үшін. Келесі, 2 деген салыстыратын болсам да сондай, мысалы 6 қосу 9 артық 2-ден деп айта аламын. Бірақ мен 6-ға 2-ні қосқан кезде ол артық 9-дан деп айта алмаймын. Өйткені 2 қабырғаны қоссам менде 8 болып қалып жатыр. Яғни 3-ші қабырғадан 9-дан кіші сан шығып қалып жатыр. Сол үшін мен мына С жауабында ала алмаймын. Жауабы сонда 4 болады екен. 3-ші қабырғасын 4 деп жазуымыз керек. Келесі. Суреттегі фигура 5 тең бүйірлі әрі тік бұрышты үшбұрыштан тұрады. Олардың жалпы ауданын табыңыз дейді. Біздің берілген сызбадағы шартқа байланысты мен олардың қабырғаларын тауып алайын. Не таба аламын жерде? Жалпы ұзындығы 30-ға тең 5 үшбұрыш беріліп тұр. Оның табандары бізде жалпысы 30 см. Енді әр қайсының табандарын тауып алайын. Ол үшін мен 30-ды бөлемін 5-ке. Өйткені менде 5 үшбұрыштың табаны жатыр мына жерде. Сонда каждый шығады менде. Каждый 6 см екен табаны. 6 см, 6 см, 6 см, 6 см, 6 см. Енді бұл бізде берілген үшбұрыш тең бүйірі әрі тік бұрышты дейді. Яғни тең бүйірі деген мына екі жері тең, және бұл 90 градус жасап тік бұрышты үшбұрыш дейді. 90 градус жасап тұр бір бұрышы. Енді мен бір үшбұрышты қарастырайын, соның ауданын тауып алсам, әрмен қарай есебім толық шыға қояды. Бірінші мен мына үшбұрышты бүйтіп жазып алайын. Төңкеріп, былайынан жазып алайын. Мына жерім менде тік бұрышты болып тұр, және мына екі қабырғам тең болып тұр. Мына жерім 6-ға тең. Мына үшбұрышты былайынан жазып алдым, тік бұрышты үшбұрышқа келтіріп. Енді мен екі қабырғасын табуым керек. Екі қабырғасы тең болса, екі катет бірдей деген сөз ғой. Бірінші катетін тауып алайын. Катеттің формуласы менде қалай еді? Гипотенуза Пифагор теоремасы. С квадрат тең болады А квадрат қосылған В квадрат еді. Бұл жерде менде екі катет бірдей, яғни екеуі де А квадрат бола береді. Менде С квадраттың орнында 6000 квадраты 36 деп аламын. Тең болады А квадрат, мына қабырғам белгісіз, және тағы да А квадрат. Екеуі де белгісіз. Енді А квадратқа А квадрат қоссам, менде 2А квадрат шығады. Ол тең болады 36-ға. А квадрат өзі қаншаға тең болады? 36-ны 2-ге бөліп тастаймын. 2 36-ның қасына бөлу болып барады. Сонда 18-ге тең болады. Енді А-ның өзін табатын болсам, ол қаншаға тең? А-ның өзі ол менде түбір астында 18-ге тең болады. Түбір асты 18-де менде не шығады? Түбір асты 18 деген ол 2 көбейтілген 9 деген сөз, иә? Түбір асты менде 2-ден ештеңе шықпайды. Түбір асты 9-дан 3 шығады. Сонда 3 түбір астында 2 деп мен бір қабырғасын тауып алдым. Яғни мына жер менде 3 түбір астында 2-ге тең, онда мына жерде 3 түбір астында 2-ге тең. Екеуі бір-біріне тең. Сонда тең бүйірлі болып тұр, және тік бұрышты болып тұр. Мына жерлер түбір асты 2, мына жері түбір астында 2 екенін тауып алдым. Енді мен үш бұрыштың ауданын таба аламын ба? Ауданның формуласы бізде тік бұрышты үш бұрыштың ол АВ бөлінген 2-ге тең еді. Яғни бізде АВ екі катеттері белгілі. Екі катеті де менде 3 түбір астында 2-ге тең. 3 түбір астында 2-ні 3 түбір асты 2-ге көбейтіп, оны 2-ге бөле салайын, сонда менде шығады. Мына жерде 3 түбір асты 2-ні 3 түбір асты 2-ге көбейтсем, 18 шығады. 18-ді 2-ге бөлемін. 9 шығады. Яғни 3-ті 3-ке көбейтсем 9, түбір асты 2-ні түбір асты 2-ге өтсем 2 шығады, екеуін бір-біріне өтсем 18 шықты. 12-ге бөліп 9 см квадрат болды. Сонда менде бір үш бұрышымның ауданы 9 см квадратқа тең болса, ондай менде 5-еу ғой. Сол үшін осы 9-ды 5-ке көбейтемін. Сонда жалпы ауданым, S жалпы аудан, ол 9 см квадратты 5-ке көбейткенге тең, ол 45 см квадратты береді деймін. Сонда жауабы В. Екінші жолын көрсете салайын. Ол жерде біз былай істесек болады. Мына біздің тең бүйірлі үшбұрышымыз, және тік бұрышты үшбұрыш.
Ол бізде екі қабырғасы тең болады, екеуі бірдей болатын болса, тең бүйірлі болатын болса, және ол 90 градус жасап тұр. Енді осыны бүйтіп біз фигураны толықтыратын болсақ, ол бізде шаршы болады. Шаршының барлық қабырғасы тең. Енді оның бізде диагоналі мынау жер 6-ға тең болып тұр, иә? Онда оны былайынан сызатын болсақ та 6-ға тең болады. Сонда оның жартысы мына жер биіктік тауып аламыз. Ол жер бізде 3-ке тең болады. Сонда біз оның ауданын былай таба алсақ та болады. Мысалға, бізде S табатын болсақ, 2-ден 1 AH деген формула бар ғой. Сол арқылы S тең болады 2-ден 1 көбейтілген A деп отырғанымыз мына үшбұрыштың табаны 6-ға тең, және H дегеніміз ол 3-ке тең, соның жартысына. Сонда бізде 9 шығады. Осылай да ауданды тауып алсақ болады. Сөйтіп оны 5-ке көбейтсек 45 шығады. Қай жол өздеріңізге ыңғайлы, түсінікті, сол жолмен шығара бересіздер. Келесі 6-шы есебі X пен Y-ті салыстырыңыз дейді. Бұл жерде де бізде тікбұрышты үшбұрыш берілген. Бірінші тікбұрышты үшбұрышта мен катетті табуым керек. Катетті табу үшін с квадрат тең болады а квадрат қосылған в квадрат, яғни Пифагор теоремасын қолданамын. Бұл жерде бізде гипотенуза белгілі, яғни 10-ның квадраты 100-ге тең болады. А квадратым 25, 5-тің квадраты, ал в менде жоқ, в квадрат жоқ. Оны табу үшін не істеймін? В квадратты табу үшін мен 100-ден азайтып тастаймын 25-ті. Яғни гипотенузадан бір катетті азайтып тастаймын, сонда екінші катетімнің квадраты шығады. Ол бізде 75. В квадрат 75 болатын болса, в-ның өзі түбірасты 75-ке тең болады. Түбірасты 75 дегеніміз бізде 3 көбейтілген 25-ті береді. Бұдан бізде 3-тен ештеңе шықпайды, 25-тен түбірастан 5 шығып кетеді. Өйткені бізде 25 деген 5 пен 5-тің көбейтіндісі ғой. Бізде түбірастынан сонда 1-5 шығады, түбірастында 3 қалып қояды. Енді гипотенуза бізде бір катетіміз 5 түбірасты 3-ке тең екенін тауып алдық. X-іміздің мәні осыған тең. Келесі екінші үшбұрышты қарайық енді. Тікбұрышты үшбұрыш бізде 2 катет белгілі, Y табуымыз керек. Оны табу үшін не істейміз? Y табу үшін Y квадрат бізде с квадраттың орнында тұр. Тең болады 2 катетті квадраттап бір-біріне қосамыз. Яғни 25 қосылған 25. Бұл жерде менде Y квадратым тең болады 50-ге. Енді түбірастында бізде Y тең болады, түбірастында 50 болады. Y-тің өзін табатын болсам. Өйткені квадраты 50-ге тең болып тұр. Енді бұл жерден бізде не шығады? Түбірастында 50 дегеніміз 2 көбейтілген 25-те береді. 25-тен бізде 5 шығады, түбірастында 2 қалады. Бізде 5 түбірастында 3 үлкен ба, 5 түбірастында 2 үлкен ба? Жауабы 5 түбірастында 3 үлкен. Яғни X Y-тен үлкен деген жауап дұрыс. X Y-тен үлкен. Ол бізде С жауабы. Келесі. Суретте 6 бұрыш бірдей үшбұрыштарға бөлінген. Егер боялған бөліктің периметрі 12 см болса, 6 бұрыштың периметрі неге тең дейді? Берілгелі бізде боялған бөліктің периметрі 12, маған 6 бұрыштың периметрін тап дейді. Онда оны не істейміз біз? Так, біз бірінші үшбұрыштың периметрі ол дұрыс үшбұрыш қой, барлығы бірдей өлшемде. Онда жалпы оны қосатын болсақ, 3 қабырғасын қоссақ 12-ге тең болып тұр. 12-ні 3-ке бөлсек, менде әр қабырғасы шығады. Онда 4, әр қабырғасы 4 сантиметрге тең. Периметрін, яғни 4-ті 3-ке 3 рет қосатын болсақ, 12 шығып тұр, иә? Енді мына үшбұрыштың қабырғалары 4 екенін тауып алдым. Онда барлық үшбұрышымыздың қабырғалары 4 деген сөз. Маған 6 бұрыштың периметрін тап десе, олардың сыртындағы ұзындықтарды қосамын. Сол кезде 6 бұрыштың периметрі шығады. Менде 4-еуден 6 қабырға бар, сонда периметрін табатын болсам, 4-ті 6 рет қосам, немесе 6-ға көбейтем. Сонда 24 см шығады. Жауабы Е деймін. Келесі. Осы 3 үшбұрышты биіктіктері бойынша салыстырғанда қай тұжырым дұрыс екенін тап дейді. Енді қараймыз. Бізде 3 бұрыш беріліп тұр. Бұның биіктігі қайсысы менде? А үшбұрышына биіктік қалай түсіріледі? А үшбұрышына биіктік сыртына түсіріледі. Яғни, мынау бізде үшбұрышқа биіктік болып түседі. Мына жер бізде биіктігі болып түседі. Үшбұрыштың. Яғни, биіктік үшбұрыштың сыртына түсіп жатыр. Ол бізде, мысалы, 3 сантиметрге тең клеткамен санайтын болсақ, 1, 2, 3. Келесі, екінші үшбұрыштың биіктігі ішіне түседі, міне былайынан. Тік бұрыш жасап.
ол бізде 4 сантиметрге тең. 4 клетканы құрап тұр, өйткені былайынан 1, 2, 3, 4. Келесі, үшінші үшбұрышымның биіктігі де менде сыртына түседі, былайынан түседі. Мынау бізде биіктік. Мұнда бұның биіктігі бізде 1, 2, 3, 4, 5. Яғни бізде H1-іміз, HA дейміз ба? HA-ның биіктігі 3, HV-ның биіктігі 4, HC-ның биіктігі 5 сантиметрге тең. Енді осылар бойынша біз жауаптардың қайсысы дұрыс екенін табайық. Бізде бірінші келмейді. HA деген бірінші үшбұрышымыз үлкен деп жатыр. Бізде ол ең кішкентайы. Сонда біз біріншінің дұрыс емес дейміз. Келесі, екінші В-сында HV үлкен деп жатыр бәрінен. В бізде бәрінен үлкен емес. Бұл да дұрыс емес. HC үлкен, ол дұрыс болып тұр. Одан кейін В үлкен, одан кейін барып А тұру керек. Жауабы С жауабы болады. Д-ны қарайық. Д-да бізде А үлкен деп жатыр. Бізде А үлкен емес, ең кішкентайы. Сол үшін бұны сызсаймыз. Және Е есебінде С үлкен, сосын барып А үлкен деп жатыр. Бізде А деген ең кішкентайы. Сол үшін бұл да дұрыс емес. Жауабы С жауабы дұрыс. Келесі 9-шы есеп. Үшбұрыштың қабырғалары берілген А, Б, С сәйкесінше 8, 6, 10. Енді осы үшбұрыштың ауданын тап дейді. Яғни үш қабырға белгілі болатын болса, мен Герон деген формуланы қолданам дедім, я? Яғни оның формуласы түбір астында жарты периметр азайтылған А, жарты периметр азайтылған В, жарты периметр азайтылған С. Осы формула арқылы мен есептеймін. Бірінші жарты периметр тауып алайын. Оны табу үшін үш қабырғаны қосамын да 2-ге бөлемін. Сонда 24, 24-ті 2-ге бөлсем 12 сантиметр шығады. Енді осыны формулаға апарып қоям. Түбір астында жарты периметрім 12-ге тең, және сол 12-ден азайтуым керек мені А деген қабырғаны 8-ді, және екінші жақшада 12-ден азайтуым керек 6-ны В-ны, және 12-ден азайтуым керек С-ны. С бізде 10-ға тең. Есептесек, 12 көбейтілген. Бізде мына 12-ні 8-ден азайтсақ 4 шығады. 12-ні 6-дан азайтсақ, келесі көбейтіндім 6 болады. Келесі 12-ден 10 азайтсақ 2 болады. Енді бұл жерде есептесек болады оңай шығу үшін. 12 тұра берсін, 4 тұра берсін. 6-ны 2-ге көбейтсек 12 шығады ғой, я? Сонда бізде түбір астында 12-ден 2 12 бар, одан 1 12 шығады түбір астынан. Яғни 12 шықты дейін. Келесі 4-тен түбір астынан 2 шығады. Сонда жауабы 24 болады. Жалпы үшбұрыштың ауданы 24 см квадратқа тең екен сонда. Келесі 10-шы есеп. АВС үшбұрыштың периметрі ең кіші болатындай, АВ қабырғасының ең кіші бүтін мәнін табыңыз дейді. Бұл бағанағы үшбұрыштың теңсіздігі, яғни қабырғалары қандай сан болады, яғни x-тің орнында қандай сан тұрады, соны анықтайық. Ол үшін біз не істейміз? 8-ге 7-ні қоссақ 15, яғни мына жерде тұрған сандардың біз бәрін қоя аламыз, я? Бұл жерде артық болу үшін. Келесі біз 5-ті қояйық. Келесі 10-шы есебі. АБС үшбұрыштың периметрі ең кіші болатындай, АВ қабырғасының ең кіші бүтін мәнін тап дейді. Бұл бағанағы бізде үшінші қабырға қандай сан болу керек, соны тап деп жатыр. Оны табу үшін не істейміз? Так, бізде мына жерде 1 деген санды қойып көрейік мына жерге. 1 деген санды қоя аламыз ба? Бізде екі қабырғаның қосындысы үшінші қабырғадан үлкен болу керек. Мен 1 мен 7-ні қосып, ол үшінші 8-ден үлкен деп айта алмаймын ғой. Ол екеуі тең болып қалады. Сол үшін бір жауап ретінде қарастырмаймыз. Келесі 2-ні қойып көрейік. 2-ні қоятын болсақ, 2 қосу 7. Менде артық 8-ден, я? Келесі 2-ге 8 қосатын болсам, ол 7-ден артық болады. Және 8-ге 7-ні қоссам, ол менде 2-ден артық. Яғни, мына 2-ні мен қоя аламын. 3-ті де қоя аламын, 4-ті де қоя аламын, 5-ті де қоя аламын. Барлығы келеді, бірақ менен сұрап тұр, бірден басқа барлық санды қоюға болады. Бірақ маған ең кіші сан болатындай. Ең кішісі 2 ғой, сол үшін жауабын 2 деп айтамын. Ал ең үлкені қандай бүтін сан десе, онда мен 5 деп алатын едім. Бұл жерде тек қана кішкентайын сұрап тұрғасын ғана мен 2-ні таңдап тұрмын. Осымен біздің бүгінгі үшбұрышқа байланысты қарастырған есептеріміз аяқталды. Сау болыңыздар.